Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 8 сынып 7 бөлім жас өспірім және заң. Сабағымыздың тақырыбы жастар туралы көзқарастар. Сабағымызға берілген оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттар астарлы ойды анықтау, эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу. Аргументативті эссе. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Сабақ соңында күтілетін нәтиже тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпаратпен астарлы ойды анықтайды. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстырады, өз ойын дәлелдеп жазады. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолданады. Сабағымызға берілген оқу мәтіні жастар туралы үлкендер не айтады? Тұрар Әбуов, дін танушы. Жастарымыздың көбісінің рухани деңгейі жоғары. Олар өздерінің білімділігі мен біліктілігі арқылы көпшілік ортада қоғамдық пікір қалыптастыра алады. Қуанарлық тағы бір жайт, жастардың адамгершілікке, имандылыққа деген бет бұрысы, ұлтын ұлықтай білетін, отанды сүйе білетін жігерлі жастар өсіп келе жатқанына қуанамыз. Ал кей жастардың материалдық құндылықтарды басты орынға қойып, крутой көлік мініп, қымбат телефон ұстағандарына мәз болып, ұсақталып бара жатқаны ащы шындық. Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы ұстанымдарын сонау мұхиттың ар жағындағы Куба елі әскерлеріне устав ретінде қолданады. Ал біздің жастарымыз сол Баукеңнің бір шығармасын оқыды ма екен? Дінді ұстанам деп адасып жүрген жастар қаншама. Ең қорқыныштысы жастарымыздың қазақ қалпымызды сақтап қала алмауы. Елін, отанын, халқын сүйе алмаған жастардың ұлтының мүддесін өз мүддесінен жоғары қоятынына сене алмаймын. Бақытбек Ысқақов, дәрігер. Негізі мені жастардың алға қарай талпынысы, дүниеге көз қарасы, білімге құлаш ұруы қуантады. Қазіргі қоғамның талабына сай өмір сүргісі келетінін құптауымыз керек. Олай дейтін себебім, біріншіден жастарға негізгі желікпелік тән. Мысал ретінде айтайын. Алға қарай ұмтылып, шауып бара жатқан 100 жастың 90-ында желікпелік басым. Ал қалғанында белгілі бір мақсат бар. Сондықтан оларды желікпе және мақсатты жастар деп бөлуге болады. Екіншіден, қазіргі еліміздің басына күн туып, еліміз ауыр кезеңді басынан өткізіп жатқан жоқ. Сондықтан бүгінгі жастар патриотизм ұғымын терең түсіне бермейді. Әлі отансүйгіштіктің қадіріне жете қойған жоқ. Адам баласы әр нәрсенің дәмін татпай, оның парқын түсіне бермейді. Сол секілді бүгінгі жастар отанға деген сүйіспеншілікті сезінген жоқ. Тек сөз жүзінде ғана айтып жүр. Елдік мәселені келгенде олардың әрекетсіздік танытатыны сондықтан. Өмірден өз-өзін іздеп тапқан адам бақытты, өз-өзін таппаған адам шатаса береді. Сол себепті жастардың өз жолын тауып, туған ел, отан алдына қызмет етуін тілеймін. Бұл бізге берілген оқылым мәтін болатын. Ой түрткі сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұрақ. Сендердің ойларынша мәтінде қазіргі жас өспірімдердің бойынан көруге болатын қандай қасиеттер аталмады? Екінші, айтылу мақсаты мен білдіретін эмоциясына қарай сөйлемдерді қалай топтастырар едіңдер? Үшінші сұрақ, эмоционалдық мәні басым қандай сөздер қолданылған? Бұл бізде оқылым мәтіні болатын. Және бізде тілдік бағдар сабағымыздың тақырыбы жай сөйлемдердің айтылу мен мақсаты мен эмоциясына қарай бөлінетін түрлері. Адам сөйлегенде тыңдаушыға белгілі бір ой білдіру мақсатын қояды. Мысалы, күн жылында, ертең келесің бе, шық үйден, шіркін Көкшетау. Бұлар сөйлемдер. Бірінші сөйлемді айтудағы сөйлеушінің мақсаты күннің жылылығын туралы ақпарат беру. Оны хабарлау арқылы жеткізіп тұр. Бұл хабарлы сөйлем. Сөйлем соңында нүкте қойылады. Яғни бірінші сөйлем күн жылында сөйлемі. Екінші сөйлем ертең келесің бе?
Екінші сөйлемді айтудағы сөйлеушінің мақсаты тыңдаушының ертең келетінін келмейтінін анықтау. Оны сұрау арқылы жеткізіп тұр. Бұл сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем соңына сұрақ белгісі қойылады. Үшінші сөйлем шық үйден. Үшінші сөйлемді айтудағы сөйлеушінің мақсаты тыңдаушыны үйден шығару. Ол ойды бұйыру арқылы білдіріп тұр және оған сөйлеушінің ренжіген эмоциясы қосыла беріліп тұр. Бұл бұйрықты сөйлем. Төртінші шіркін Көкшетау. Төртінші сөйлем сөйлеушінің эмоциясын, көңіл күйін білдіріп, көтеріңкі интонациямен айтылып тұр. Бұл лепті сөйлем. Сөйлем соңына леп белгісі қойылады. Бізге эссе құрылымы берілген. Яғни эссе негізі 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімде оқырман назарын аудару мақсатында сөйлемдерден тұрады. Ал негізгі бөлім абзацтардан құралады. Әр абзац аңдату, мазмұндау және қорытынды сөйлемдерден тұрады. Үшінші бөлім қорытынды бөлім. Қорытынды бөлімде негізгі бөлімде айтылған ой қорытылады, жазылады. Бұл эссе құрылымы болатын. Бізге кері байланыс тапсырмасы 6-шы тапсырма 165-ші бет. Тапсырма. Бұрынғы тәрбие берген қазіргі тәрбиені салыстырып, аргументативті эссе жазыңдар. Эссе тақырыбын өздерің қойыңдар. Сөз саны 150 сөз болу керек. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.